Бүгін базардан өткенмін. Құлпынай алам деген ойда болған жоқ, бірақ осындай құлпынайлар 500 теңгеден тұр екен. Мынау Қырғызстанның құлпынайы. Негізі тосап жасауға, яғни варенье жасауға осы Қырғызстанның құлпынайын алуға кеңес беретін едім. Өте дәмді шығады. Мына жерде 3 килограммнан асады. Қазір бір рет қана шаямын да, өйткені езіліп кетеді көп жуа берсе. Сосын бірге бір немесе қатты тәтті болатын болса, бірге 800 грамм қант салып, осындай бірдестен қайнататын ыдыс, яғни эмалированный ыдысқа салып тұндырып қоямын. Тазаланған түрі 2-де 186 грамм болып тұр екен. Біз жүк тазалаймыз дегенше 1 килосын жеп қойдық. Ал енді бұны мына жаққа төгеміз. Екі килограмм менде қант. Араластырып саламын. Осылай енді бір кешке, бір түнге тұндырып қоямын. Аны суы шыққанша. Неке, күндізгі мен 4-те тұндырып едім. Қазір түнгі 12, қант толығымен ерген, құлпынай өзінің сөлін берген. Қазір мен мынаны отқа қойдым. Қайнатпаймын, тек қайнатуға дейін ғана алып барам. Бір бұрқ еткен кезде астын сөндіріп қоямын. Бір қызығы, менде мынау шарамда да осындай құлпынайдың суреті бар екен. Енді байқап тұрмын. Мінекей. Отты өшіреміз. Таңғы сағат 9, құлпынайды 2-ші рет қайнатуым. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін астын шамалы пәсейтіп 5 минуттай пісірдім. Қазір енді бұны бетін орамалмен жауып, кешке дейін толықтай суығанша алып қоямын. Негізі осы 2-ші рет пісірген кезде бірден жарты сағат қайнатып, сосын банкілерге жауып тастауға болады, егерде уақытыңыз болмаса. Бірақ мен олай емес, мен 4 реттен 5 минуттан пісіргенді дұрыс көрем, өйткені құлпынайлар езілмейді. Құлпынай алдым дедіңіз ба? Онда 2 күн уақытыңызды арнай беріңіз. Бір бұрқылдап қайнады, астын пәсетіп 5 минут пісірем. 5 минут пісті. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін. Бұл 4-ші рет пісіру. Енді мынаны оттан алып, мына бетінде көбіктердің бәрін алып тастап, асықпай банкіге жауа береміз. Ыстықтай жабу міндетті емес. Үшінші банкі кетіп отыр. Банкілер ыстық сумен стерилденген. Егерде стерилизациясына көңіліңіз толмай тұрса, бір тамшы уксустен салып жіберуге болады. Ыстық су құйған кезде. Мен мынандай Брама банкілерге жабамын, мына уже ескірген. Бұны да бір шайып ыстық сумен алдым. Бірақ одан алдын осында пленканы да ыстық сумен стерилдеп бетін жабамын. Ішіне ауа кірмес үшін, плотно жабылу үшін тағы да қатты қысам. Тағы да бір қысам, осылай. Қақпақтарын тағы да 2 қайтара бұрадым. Қазір енді осылайна төңкеріп жатырмын, міне. Бетін бір орамалмен жауып, бір суткіге қойып қоямын.
Не тосап пісті, мынау дайын түрі. Осылай құлпынайлар әрқайсысы дана піседі. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіз деймін. Сізге ұнайды деген сенімдемін.